Бүгін алқалаған әлеумет барша қазақстандықтарды 30 қыркүйек сөздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтай отырып, орасан зор алғысымызбен қоса, өрелі еңбектеріңізге толассыз табыстар мен миллиондаған талпыныстар тілейміз. Бүгінгі айтулы мерекеге орай ұйымдастырылып жатқан сұхбатымызға білім беру ісінің үздігі, Кеген орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі, талай соқпақты басып өткен Қызылбайұлы Зайден ағаймен сұхбаттасқымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Ең алдымен сұхбатымызға еш қарсылықсыз келіскеніңізге үлкен риясыз алғысымызды білдіреміз. Көкейкесті сұрақтардың бірі, ең алғашқысы, қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолына келуіңізге кім, не түрткі болды? Рахмет, маған бүгін қашанында сұхбат алуға мен таныған кезінде, одан рахмет, маған бүгін бәрімізге. Ұстаздармен барымызға құтты болсын. Бүгін бірінші сұрағым. Мен 1980 жылы 10 сыныпта аяқтадым Ақжігіт жерінде. Ақжігіт жерінде өзі Ақжігіт мектебі болды. Кейін Беген атындағы мектеп болды. Сонда тарих пәнінен көптеген ұстаздар бізге сабақ берді. Тұрғанбай Гүлдар деген кісі сабақ берді тарих пәнінен. Сосын Тоғжан Орынбасар деген кісі сабақ берді. Осы кісілердің барлығының сабақтарында жақсы көзге түстім. Тарих пәніне жалпы қызықтым өзім. Сосын Тоғжан Орынбасар деген кісі бір сұрақты, бір жаңа сабақ түсіндіргенде бірнеше параграф берді, мысалы бірнеше параграф берді. Бір күнде өтіп кетеді. Сосын бір тартылып өткенде ұмытпайды. Жақсы оқиғалар айтады, жақсы тарихи әңгімелер айтады. Соның бәрі мені қызықтырды. Содан мен бөлім педагогика институтына оқуға келдім, 1981 жылы оқуға түстім. 1986 жылы аяқтадым. Тарих, өздерінде тарих пәніндегі 5 жыл оқитын, тарих, советтік право және қоғамтану дейтін пәндердің негізін аяқтадым. Соған алдым қайтып тарих пәнінің мұғалімі болып келдім. Содан бері мен тарих пәнінен сабақ беріп, сол ұстаз жолында артып келе жатырмын. Әрбір адамның өзінің өмір сүрудегі ұстаздық жолында профессиясында ұстанар ұстанымы бар. Сіздің өмір сүрудегі профессияңыздағы ұстанар ұстанымыңыз бен миссияңыз қандай? Енді ұстаздық жол деген қиын жол деп жатады ғой. Қиындық қызығы мол шынында да. Баламен етіне қарым-қатынас жасайсың. Балалардың барлық тыныс-тіршілігін көз алдыңда. Жалпы ұстаздық жол деген бұл адал жол. Адал еңбек етеді. Өзінің кәдімгі еңбегін көрсететін жол. Сондықтан енді өмірлік ұстанымымыз біздің адал болу жалпы. Жас ұрпаққа жақсы тәрбие беру, ұрлық жасамау, тәртіп жасамау, жалпы үлгі болу, балаларға үлгі болу деп есептеймін. Қазіргі таңдағы бір өзекті мәселе деуге келмес, өзекті оқиғалардың бірі бұл ұстаз мәртебесін жоғарылату жайлы болмақ. Сіз осы тұрғыда не айтасыз? Қандай тұжырым жасайсыз? Қандай іс-әрекеттерді жасауға жөн сілтейсіз? Енді ұстаз мәртебесі деген көп талқыланған мәселе. Ұстаз мәртебесін жақында заң қабылданды, ұстаз мәртебесі бар. Жалпы ұстаз болу қалай болу керек? Сосын жаңағы ұстаздардың айлық мәселесі болды деген соң кезде үкіметіміз мынау айлық жалақыны көбейтіп жатыр. Қазір айлық жалақы жақсы мұғалімдерге. Бірақ енді мұғалімдік қызмет деген өте бір күрделі, тапсырмасы көп жұмыс қой. Таңертең мысалы сабағын беріп келеді, сосын сабақ жоспарын орындайды. Сол түрмен жаңағы оқушыларға берген тапсырмаларын қайтадан тексереді, түрмен жұмыс жасайды. Оның саған бала шағасы бар, басқа да шаруалар бар. Осының бағана келгенде ұстаздық қызметтің өте күшті қиын екендігін көрсетеді. Бірақ соған қарамастан біздің ұстаздарымыз еңбек етіп жатыр. Енді ұстаздарға басқа да мысалы мынау квартира жағын қарастыру керек деп ойлаймын. Үй беру керек сияқты. Қалалы жерде адамдардың мысалы үй сүйген қыздар мен жігіттер бар. Сосын енді жас мамандарға мезгілде жұмыс табылмай жатады. Жұмыс тауып беретін жағын қарастыру керек. Сосын енді басқа да жеңілдіктер қарастыру керек. Баяғыда біздердің кезімізде, советтардың кезінде мына тоқ мәселесі, тоқ мәселесінде солардың ақшасын төлейді үкімет. Тегін болды да. Сондай бір жақсы жеңілдіктер қарастыратын болса, оған қызметке жастар көп келеді ғой деп ойлаймын. Қазіргі таңда 11 сынып жас түлектер оқуын, мамандығын таңдай алмай, дал болып шарадай басы шарқырып жүр. Бұндай оқушыларға қандай кеңес бересіз? Өзіңіздің профессияңызды қалай ұсынасыз? Енді 11 класс сынып бітірушілерге сәлсапар тілеймін жалпы. Енді бұл мамандығы өте күрделі мәселе жалпы.
мамандық деген әркім өзінің жүрегінің қалауымен таңдау керек. Мысалы, мұғалім болатын бала өзі мұғалімдік таңдау керек. Ол жаңағы әке-шешесінің айтқанымен мысалы біреу прокурор болсын, біреу сот болсын, мысалы шынында да өмірде. Ондай болмайды да, ол сондай балдарды өмірде кездестірдік. Ол жаңағы әке-шешесінің қалауымен сол оқуға түседі, сол бітіреді, бірақ артынан мысалы өзінің жаңағы қабілетіне қарай басқа өзінің сүйетін мамандығына кетіп барады. Сондықтан жалпы мынау 11 сынып оқушыларына айтарым, мамандықты жалпы өзінің жүрек қалауымен тағайындайды. Жүрек қалауымен сүю керек те, жүрек қалауымен таңдау керек. Себебі бұл болашақта өзіңе керек мамандық. Енді ұстаздық мамандық деген жақсы мамандық. Бұл жерде енді мысалы мұғалімдік деген өте жақсы, мысалы жаңағы айлық мәселесі шешілген. Мысалы сосын жаңағы ол қысқарып қалатын мамандық емес, болашағы бар жақсы мамандық. Сосын енді балалармен етіне қарым-қатынас жасайсың. Жалпы болашағы бар өте жақсы мамандық деп ойлаймын. Ұстаздық мамандықты жалпы таңдаған адамдар өкінбейді. Бірақ оны да ұстаздық мамандықты жүрегімен қалауымен таңдауым керек. Жақсы көрдім. Сүбелі сұхбатпен түсіндірген ойларыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Қарап отыратын барлық оқушыларға да пайдалы сұхбат болды деген үміттеміз. Сізге тілеріміз абыройыңыз асқақ, беделіңіз биік, мерейіңіз үстем бола берсін. Сізге үлкен рахметімізді. Рахмет, сау болыңдар. Оттан жақсы көзетші жетіңдер, мектептің абыройын асқақтата беріңдер. Алыңызға да рахмет.